Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Балқаш қалалық тарихи-өлкетану музейі сіздерге солтүстік Балқаш өңірінің индустриялық игерілуі өлкетану сабағын ұстады. 1928 жылы ленинградтық геолог Михаил Петрович Брусаков бастаған геологиялық экспедиция солтүстік Балқаш өңіріне келіп түседі. Ол жерде ірі қоңырат мысты кен орнын ашады. Және оның мол қорын анықтап, соның негізінде осы солтүстік Балқаш өңірінде ірі мыс өндіретін завод салуға болатынын дәлелдейді. Құрметті оқушылар, біздер қазір біз осы қоңырат мысты кен орнын ашып, өлкеміздің өндірістік аймаққа айналуының алғашқы жолын салған тамаша геолог Михаил Петрович Брусаковтың жұмыс кабинетінде тұрмыз. Бұл шағын экспедициялық кешенде осы тамаша ғалымның жұмыс столы және оның экспедициялық жабдықтарының кейбір бөліктері қойылған. Сонымен балалар, сіздер осы тарихи оқиғалардың барысымен жақсырақ танысу үшін осы оқиғаларын алған бірнеше кітаптармен мен сіздерді таныстырып өтейін. Бірінші кітап әрине ол геолог Михаил Петрович Брусаковтың «Бедное месторождение Қоңырат» деген кітабы. Бұл кітабында геолог ғалым Қоңырат мысты кен орнының ашылу тарихымен сіздерді толық таныстырады. Екінші кітап «Медный гигант на Балқаше» деп аталатын құжаттардың жинағы. Құрылыс өте қиын жағдайда жүрді. Өйткені ең бастысы бұнда арнайы құрылыс техникалар жетіспеді. Мәселен, жер қазу жұмыстарының барлығы да қолмен атқарылды. Тіпті мынау Қоңырат мысының алғашқы үлгісін алуда осы арнайы техникалардың көмегісіз қарапайым құрал жабдықтардың көмегімен алды. Мәселен, Қоңырат мына мысты кені алдында осы шойын ыдысқа салынып, шойыннан жасалған арнайы топақпен жаңағыдай ұсақталып, кезінде осындан қола замандарында біздің аталарымыздың мыс алған тас пен балшықтан салынған пештеріне салынып, Қоңырат мыс кенінің алғашқы үлгісі де осындай қарапайым құралдардың көмегімен дүниеге келді. Алғашқы құрылысшылардың тұрмыстық жағдайы өте ауыр болды. Ең бастысы тұрғын жайлар жетіспеді. Сол себепті де құрылысшылар мынау палаткалерде, қазақтардың ескі киіз үйлерінде, саманнан салынған барақтарда тек 1936 жылдан бастап олар мынау көп қабатты жайлы үйлерге қоныс аудара бастады. Мынау қала мен комбинаттың құрылысы өте ауыр жағдайларда іске асырылды. Осы құрылыстың жүргізілуін қиындатқан бірнеше факторлар бар еді. Біріншісі, осы солтүстік Балқаш өңірінің өте қатал климаты болды. Бұл жерде жазда 40 градусқа дейін ыстық, қыста 40 градусқа дейін боранды суықтар жиі болып тұратын. Және бұл жерде осы құрылысқа қажетті тұщы су көздері өте аз болды. Бұл бірінші қиындық. Ал екінші қиындығы, Балқаш құрылыс алаңы сол кездегі Қазақстандағы барлық транспорттық қатынастық жүйелерден тым алыста болды. Нақтылап айтсақ, Балқаш құрылыс алаңына ең жақын теміржол станциясы осы жерден 500 шақырым Қарағандыда орналасты. Міне осы станцияға келіп түскен құрылыс материалдары мен жабдықтарды Балқаш құрылыс алаңына жеткізу үшін түйелер мен аттар пайдаланды. Ең аз мөлшерде автомобильдермен тасылды. Ал енді осыны мәселені шешу үшін құрылысы Балқаш комбинатымен бірге басталған Қарағанды Балқаш теміржол линиясы тұрақты пайдалануға тек 1939 жылы Балқаш комбинаты іске қосылғаннан кейін, бір жылдан кейін пайдалануға берілді. Балқаш қаласы мен комбинатының құрылысына Кеңестер одағының барлық өлкесінің барлық халықтары атсалысты. Олар осы құрылыс алаңына түрлі жолмен түсіп отырды. Бірінші жолы еріктілер және арнайы жолдамамен келген кәсіби жұмысшылар мен мамандар еді. Содан кейін екінші бір жолы осы құрылысқа түсудің, ол жаңағы осы Балқаш құрылыс алаңының қасында ашылған Карлактың Бертслагіне
ерікші жолмен келіп түскен жазықшы жандар еді. Олар да өздерінің еңбектерімен осы Балқаш комбинаты мен құрылысының дер кезінде аяқталуына үлестерін қосты. 1938 жылы 24 қарашада Балқаш мыс комбинаты алғашқы 45 тонна қара мыс алады. Міне осы кезеңнен бастап солтүстік Балқаш өңірінің индустриялық өлкеге айналу тарихының алғашқы кезеңі аяқталады.